Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен осындай бір керемет котлет жасаудың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл котлетті етсіз жасаймын. Бұл котлеттің құрамында 1 грамда ет жоқ, етсіз жасалынған котлет. Бұл тағамды дайындау үшін мен 200 грамм геркулес алдым. 200 грамм геркулеске 200 грамм қайнаған суды құйып, жақсылап араластырып, 10-15 минут бұқтырып қойып қоямын, бетін жауып. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Сосын келесі кезекте 2 картоп, 2 бөлік чеснок, 2 жуа бәрін үккіштің майда жағынан өткізіп алып, жаңағы геркулесовый крупаның үстіне жұмыртқа, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырып аламын. Және 1-2 ас қасық ұн қосып жіберемін. Сосын енді қолымды сулап аламын да, осылай котлеттің формасını келтіріп, қызып тұрған табадағы майға қуырып алатын боламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Қуырғанда баяу отта 3 минут бір жағын, 3 минут екінші жағын қуырып алатын боламын. Өте дәмді болып шығады екен, және жылдам дайын болады. Таңғы асқа осы тағамды дайындап жүрсеңіз, өте керемет. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыз міндетті түрде. Мінекей, менің тағамым дайын болды. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Менің каналымнан алыстамаңыз. Осылай жасап көріңіз, міндетті түрде өте дәмді шығады. Және де денсаулыққа пайдалы. Арасы сочный болып, әдемі болып пісіп шығады. Қараңыз. Сау саламатта болыңыз.